Дәл қазір біздің компанияның штатында оргструктура дейміз ғой. Акционерлердің бізге бекітіп қойғаны бүгінгі күндегі жұмыстарға 170 адам. Осы адамды біз қазір біртіндеп штатқа алып жатырмыз. Енді жаңа айтылып кетті ғой, компанияның екі акционері бар. Біреуі Қазмұнайгаз, ұлттық компания, екіншісі Ресейдің Лукойл компаниясы. Сол екі компанияның шешімі бойынша өздерінің әр компаниядан 30 адамнан біздің штатымызға прикомандирование деген механизммен адамдарын жолдады. Олар жұмыс жасап жатыр. Мына 170 адам ішінде олар құрамында. Жобаның негізгі мақсаты, жаңа мен жинаста айтып кеткендей, бұл бизнес проект. Бұл біз мына жобаны жасап, уақытында жасап, және жоспарлаған шығынның ішіне сыйып, пайда әкелу біздің біріншіден екі акционерімізге, және солар арқылы Қазақстан Республикасына салықпен пайда алып келу. Негізгі мақсат осы жобаның осы. Ықпалы өте үлкен. Жаңа айтқандай, ертең өндіріс басталған кезде, мұнай өндіріс басталған кезде біз салық төлеп бастаймыз. Ол бір. Екіншіден, жобаны жасау кезінде инвестицияның көлемі кемінде $6 миллиард құрайды. Ол деген біздің Қазақстан экономикасына құйылатын тікелей ақша қаржы. Сондықтан сол игеруде біздің қазақстандық компаниялар қатысады. Сол $6 миллиард біразын, менің үмітім ақталса, сол біразы қазақстандық компаниялар игеріп кетсе, ол экономикаға тағы бір ықпалын тигізеді. Осындай жобаның бұл тенденция бойынша енді біз біріншіден мұнай өндіру жобасымыз ғой. Бірақ мына қазіргі тенденцияға, жасылдану жағына қарай тенденцияға біздің қосатын үлесіміз, біз барлық болашақ өндірістік объектілерімізді біз барынша қоршаған ортаға зияны аз қылып жобалауымыз керек қазір. Сосын болашақта салуымыз керек. Зиянды минимумға түсіріп, зиянды болмаудың жолын біз қарастырып, сөйтіп үлес қосамыз деп есептеймін. Бұл инвесторлар қазір жаңа айтқандағыдай біздің инвесторымыз екеуі, Қазмұнайгаз бен Лукойл. Солардың қаржысына жасалатын жоба. Енді мына жергілікті компания дегенге келетін болсақ, біз барынша жергілікті компаниямен жұмыс жасауға жұмыстанамыз. Бірақ шетелдік компанияларсыз да, өйткені технологияның көбісі, енді Қазақстанның мүмкіншілігі шамамен белгілі, 100% барлық тауарларды, қызметтерді орындай алмайтын шығар. Бірақ барынша біз жұмыстанамыз. Сондықтан қазақстандық компанияның шамасы жетпеген жерлерде біз шетелдік компанияларды шақыруға мәжбүр боламыз. Енді тендердің барлығын біз жалпы болашақ сатып алу процесінің барлығында біз ешкімді шектемейміз. Қатысатын компанияның барлығы келіп қатысады, бұл ашық тендерлер болады. Бірақ тендерлердің кезінде біз, егер мысалы қазақстандық компаниялар қатысып жатса бір тендерге, біз сол қазақстандық компанияға ішіміз бұрып тұратыны анық. Біз тендерлердің шарттарына сондай саламыз жағдайлар. Мысалы, барлық тең жағдайларда, мысалы, шетелдік пен қазақстандық компания мысалы барлық нәрсе жағынан тең болса, технология жағынан мүмкіншіліктерінде, қаржы мүмкіншіліктері жағынан тең болатын болса, біз онда таңдауымызды біз қазақстандық компанияға қоямыз.